Армысыз құрметті көрермен, эфирде көршінің қызы, жайғасып отырыңыз, әңгіме айтып, шай ішейік. Кеше бір дамханаға барсақ, даяшылары би билеп қонақтардың көңілін көтерді. Маған сондай ұнады. Ал көршіміз би билеп жатқан даяшылардың қысылғанын айтып, мені де алаңдатып қойды. Алматыдағы кейбір мейрамханаларда қонақтар алдында даяшылардың би билеуі бұрыннан бері қоғамда қызу талқылануда. Мейрамхана қызметкерінің айтуынша, официант болып, бірақ билемесе мейрамхана айыппұл салатын көрінеді. Ол бала болғандықтан көпшілік алдында билеу ыңғайсыз екенін де айтқан. Мамандардың пікірі бойынша мейрамхана ас ішетін орын, өнер көрсету сахнаның ісі. Сондықтан қызметкерлердің еңбек құқығы мен қадір қасиеті әрдайым ескерілуі тиіс. Ал жарнамада жүрген мамандар бұл әрекетті дұрыс деп бағалаған. Сонымен, мейрамханада би билеу дұрыс па, әлде бұрыс па? Халық бойкот жариялаған актер боп танылған Нұрсұлтан Жақсыген енді заң алдында жауап бермекші. Оның бұрынғы жұбайы Фариза Алмас қызы экс-күйеуінің үстінен арыз түсірген. Фариза әлеуметтік желідегі парақшасында бұрынғы жолдасының үстінен 2 бап бойынша 2 қылмыстық іс қозғалғанын жариялады. Бұған дейін ерлі-зайыптылардың арасында мұқату, ар-ожданға тию, менен басқа кімге керексің сынды төбе шашты түк тұрғызатын хабарламаларда тарап кеткен еді. Актер енді сталкинг үшін 50 тәулікке қамалуы, көрінеу жалған ақпарат таратқаны үшін 1 жылға бас бостандығынан шектелуі мүмкін. Жеңіл тілмен айтқанда, аңдамай сөйлеген ауырмай өледі. Бұрындары жұлдыздар жарқырайды деген журналдан әнші, актер, танымал адамдардың өміріне қызығатын едік. Қазір сол жұлдыздардың өмірін Инстаграмнан бақылап отыратын болдық. Қарағандыда бір тұрғын бокстан олимпиада чемпионы Данияр Елеусіновтың жұбайынан таяқ жедік деп полицияға арызданған. Көршілер арасында дау шыққан. Таяқ жедім деген тұрғын өзін көршілердің 2 рет тепкенін, шашынан сүйреп, оның анасын да ұрғанын айтқан. Әйелдер жарақатын растайтын анықтама да алыпты. Ал полиция спортшының атақ дәрежесіне қарамастан тергеу әділ жүргізіліп жатыр деп отыр. Ал Данияр Елеусіновтың әйелі Саида ұрыс рас болғанын, бірақ оны хайп үшін жасап отырған жоқ екенін айтады. Ал даудың басы көршісінің 80 жастағы атасын балағаттағаннан кейін басталған дейді ол. Бір қызық, арызданушы тарапта қарсы арыз жазыпты. Бұл оқиға тұрмыстық кикілжіңнен басталып, қазір тергеу жүріп жатыр. Жанболат пен Жазира Қазақстанға аман есен оралды. Танымал әншілер Дубайдан қайта алмай, Қазақстанға жете алмай отырғанын айтып, тыңдарманды алаңдатып қойған еді. Әншілер желіде бірнеше қала арқылы ұшып келгенін айтты. Яғни Қазақстанға жету үшін Дубай, Маскат, Истанбул, Астана қалалары арқылы әуе рейсіне мінген. Желі қолданушылары өнер иелерінің аман есен елге жеткеніне қуанып, тілектерін жолдады. Эстраданың сүйікті жұлдызды жұбына қош келдіңіздер деп айтамыз. Дубайға бару арман еді, қазір Дубайдан Қазақстанға келу арман болып қалғандай. Құрметті көрермен, көршінің қызы бүгінгі әңгімесін аяқтады. Келесі кездескенше арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.